Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы «Қарындасым билейді». Моя младшая сестра танцует. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Би – танец, билейді – танцует или танцуют. Моншақ – бусы. Сахна – сцена. Қимыл – движение. Жаңа сөздермен сөйлем құра. Составь предложение с новыми словами. Первое слово у нас бусы. На казахском языке будет моншақ. Словосочетание. Как будут красивые бусы? Әдемі моншақ. А как будут красные бусы? Молодцы. Қызыл моншақ будет. Теперь предложение. Я надену бусы. Мен моншақ тағамын. А теперь добавим к этому предложению еще одно слово. Я надену красивые бусы. Как будет? Правильно. Мен әдемі моншақ тағамын. Екінші сөз, второе слово сахна, сцена. Вышел на сцену будет сахнаға шықты. Певец вышел на сцену. Әнші сахнаға шықты. А теперь скажите, как будет? Ученик вышел на сцену. Подумайте. Правильно. Оқушы сахнаға шықты. Келесі сөз билейді. Следующее слово танцует или танцуют. Оқушылар билейді. Ученики танцуют. А как будет? Ученики танцуют на сцене. Оқушылар сахнада билейді. Есте сақта, запомни. Запомни личные окончания. Мен билеймін, я танцую. Сен билейсің, ты танцуешь. Сіз билейсіз, вы танцуете. Ол билейді, он танцует или она танцует. Біз билейміз, мы танцуем. Сендер билейсіңдер, вы танцуете. Сіздер билейсіздер, вы танцуете. Олар билейді, они танцуют. Мәтінді тыңда, слушай текст. Қарындасым Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Гүлсаяның әдемі моншағы бар. Оның көйлегі қызыл. Ол жақсы билейді. Ол сахнада достарымен қара жорға биін билейді. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. По тексту ответь на вопросы. Гүлсая неге қатысады? Гүлсая где участвует? Оның көйлегі қандай? У нее платье какое? Гүлсаяда не бар? Что есть у Гүлсаи? Ол кіммен билейді? С кем она танцует? Өзіңді тексер, проверь себя. Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Гүлсая участвует в танцевальном кружке. Оның көйлегі қызыл. У нее платье красное. Гүлсаяда моншақ бар. У Гүлсаи есть бусы. Ол достарымен билейді. Она танцует с друзьями. Жарайсыңдар, балалар.
Молодцы, ребята. Өте жақсы қатыстыңдар. Хорошо участвовали. Сау болыңдар.